Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі аз уақыттың ішінде дайындалатын осындай тағам дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен қызып тұрған майымызға ірілеп туралған етімізді осылай орналастырып шығамыз. Кейін үстінен пиязымызды да осылай турап, оны да саламыз. Келесі сәбіздерімізді дөңгелектеп салып, пияздың үстінен салып шығамыз. Және де тұз бұрышын 2-3 тісше сарымсақ салуды ұмытпаңыздар. Менде ет тұзды болғандықтан тұзды тек аздап қана салдым. Одан кейін капустаны да осылай ірілеп турап орналастырамыз. 2-3 помидорды 4 немесе 6 бөлікке бөліп, оларды да салып шығыңыздар. Сондай күшті, сочный болып шығады. Бұдан кейін картоптарымызды орналастырып шығамыз. Егер үлкен болса 2-3 бөлікке бөліп жіберіңіздер. Және мен томат пастасын қосамын, осылай сумен араластырып жіберіп, бірақ бұл міндетті емес. Және бәрін болғаннан кейін бетін капустамен жауып шығасыздар. Бұл сәті видеоға түспей қалыпты. Және бәрін болғаннан кейін бетін жауып, ең төменгі отта 1,5 сағатқа ұмытып кетесіздер. Ровно 1,5 сағаттан кейін барып, бетін ашып, осылай алдымен капустасын, содан кейін қалған тамақтарды салып орналастыра бересіздер. Мінекей осындай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, әрі ешқандай да уақытыңызды алмайды. Ас болсын.